2020 жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Бағдарламалық құжатта негізінен еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамуы, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары көрсетілген. Мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмалары ауданда жүйелі түрде орындалуда. 2020 жылы Қазығұрт ауданының маңызды әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң деңгейде болды. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім өткен жылы 132 миллиард 86 миллион теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда өсім 1% құрады. Қазығұрттағы өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылы 9 миллиард 121,5 миллион теңгеге жетті. Бұл салада 2019 жылмен салыстырғанда 927 миллион теңге өсім бар. Ауданда өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Былтыр қосымша Асыл Бастау Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 200 миллион теңгелік Аквазербес атаулы ауызсу өндіру цехын іске қосты. Өндірісте 10 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Өндірістік қуаттылығы жылына 2400 тонна су шығаруда. Қазығұрт ауданы экономикасының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы. Бұл салада 46 миллиард 188,3 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өсім 109,8% құрады. Егіс көлемі өткен жылы 4102 гектарға артты. Қазір аудандағы егістік жер аумағы 88,629 гектарға жетті. 2020 жылы арпа бидайдан 115,780 тонна астық жиналды. Түсімі әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерді құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда жоспар 10,270 тоннаға артық орындалды. Көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 20,000 тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жетті. Жеміс жидектен 19,6 тонна, жүзімнен 4,7 тонна өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлатып суғару жүйесі енгізілді. Жаңадан 8 гектарға жылыжай салынып, аудандағы кешендердің жалпы көлемі 164 гектарды құрады. Бүгінгі күнге жылыжайлардың 2 айналымнан жалпы 40,400 тонна өнім өндірілген. Өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан біз аудан экономикасы негізгі көрсеткіштерде жылдағыдай өсім байқалып отыр. Біз өткен 2020 жылда жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз. Әсіресе біз ауыл шаруашылығы саласын айтып өтуіміз керек. Осы ауыл шаруашылығы саласында өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім көлемі 46 миллиард 188 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 28,2 миллиард теңге мал шаруашылығының үлесі болатын болса, 17,2 миллиард теңге егін шаруашылығының үлесі. Егін шаруашылығына келетін болсақ, өткен жылы 88 мың гектарға жуық егін егілді. Астықтан гектарынан орта есеппен 24,5 центнерден өнім алынып отыр. Қарт Қазығұрт тауының баурайында мал саны көбейді. Өткен жылы шетелдерден асыл тұқымды 552 мал әкелінді. 2020 жылы облыс көлемінде өткен Алтын көз 2020 ауыл шаруашылығы мерекесінде Қазығұрт ауданы диқандар мен шаруалардың қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші озат аудан, ет өнімдерін қайта өңдеуден озат аудан, агроөнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы көрсеткіштерін орындаудан озат аудан номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. Сондай-ақ облыс көлемінде Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі озат астық өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі озат ет өндіруші номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауданда өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім ет өнімдеріне 25 мың тоннаға жуық ет өндірілді. 56 мың тонна сүт өнімдері, 7 миллионнан астам жұмыртқа өндірілді. Жалпы ауданға тартылған инвестиция көлемі 15 миллиард 329 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 10 миллиардтан астам қаражат бұл жеке инвестиция. Біздің ауданымыз үшін өте жақсы көрсеткіш. Осының бәрі аудан еңбеккерлерінің арқасында атқарылып жатқан жұмыстар. Қазығұрттықтар бюджеттік салықтық саясатты тиімді жүргізіп келеді. 2020 жылы аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 879 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81% немесе 21 миллиард 879 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер 2 миллиард 57 миллион теңгені құрады. Межеленген жоспар 11%-ға артығымен орындалды.
Денсаулық саласы бойынша ауданда коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Бүгінгі таңға Қазығұрт ауданында бір зертхана жұмыс істейді. Аудандық аурухана бойынша орталықтандырылған оттегіне қосылған 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданның жеке кәсіпкерлері өз қаражатынан 10 оттегі концентратын алып берді. Алғашқы келгенде ауырым, бір келгенде жатпай кеткенмін. Екіншіде ес-түсім білместен скорыймен әкелді. Жұма күні кешке келдім. Ал бірінші Алланың арқасы, екінші айналайын осы докторлардың арқасынан 2 күн болды адам болып отырмын. 2020 жылы 4 мектеп пен бір қосымша құрылыс нысандарын салуға 916 миллион теңге қаржы қаралды. Қазіргі таңға бір қосымша құрылыс пайдалануға берілді. Нәтижесінде 3 ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Қашықтан оқыту форматында 1 және 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасындағы 3056 оқушының бүгінгі таңға 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді. 2813 оқушыға ноутбук берілді. Оқушылар үйінде білім алуға мүмкіндік алып отыр. Үйде оқиды, денсаулығына байланысты. Сол себептен өкіметке рахмет. Үлкен үйде оқытылатын жағдайдың бәрін жасап қойған. Компьютер берді, мұғалімдар берді, уақытылы мұғалімдар келіп сабақ өтіп жатыр. Мен ырзамын. Балапан телеарнасынан сабақ өтеміз көріп. Мұғалімдарға алғысым шексіз. 2020 жыл елімізде волонтерлар жылы деп бекітілген. Осыған байланысты аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты волонтерлар клубы құрылды. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-қа жуық акция ұйымдастырды. Жалпы 1000-ға жуық волонтер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Аудан тұрғындарына 16800 дана медициналық бетперде үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себеттері таратылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланған болатын. Аудандық жастар ресурс орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты еріктілер ұйымы құрылған болатын. Қазіргі таңда еріктілердің құрамында, яғни 200-ге жуық ерікті жастарымыз тіркелген болатын. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер, яғни арнайы топ мүшелерімен жүріп, осы адамдар көп шоғырланатын орындар, орталық, базарлар, саябақтар сияқты жерлерде, яғни алдын алу шараларымен айналысты. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде тышқан жылы 3628 жаңа жұмыс орны ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрады. Нұр Отан партиясының бастамасымен Біргеміз қоғамдық қор арқылы 1286 азаматқа 50 мың теңге мөлшерінде 64 миллион теңгеге көмек көрсетілді. 150 адам 611 миллион теңге шағын несие алса, 273 адам 152 миллион теңге қайтарымсыз грант берілді. Әлеуметтік төлемдерде уақытылы төленді. Аудан тұрғындарына, аудан көлемінде 240 отбасына 701 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленсе, осы отбасыларындағы 1 мен 6 жас аралығында балаларға 102 миллион теңгеге азық-түлік топтамасы берілді. 2020 жылы аудан көлемінде кәсіпкерлер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 8 үй берілсе, коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдары арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 коммуналдық үй сатып алынып, үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілді. Қазіргі мына заманның ағымына қарай бұндай үй салу біз үшін оңайға соқпайды. Яғни үлкен шексіз алғыс білдіремін. Алланың разылығына бөлене берсін, Құдай қаласа. 2009 жылдан бері очередьте тұрамын үйге. 15 жыл болды. Әркім есін алында жүрдік квартирада. Көшіп қолым жетіп аламын. Басшыларға рахмет. Өстіп бала-шағама үй қылып берді әйтеуір. Бала-шағамды жерде өсіріп, өндіріп, бақытты болып өмір сүріп жүре берейік. Мамыр айында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекен аумағын су шайды. Осы жағдайға байланысты 100-ге жуық ауыл жастарымен бірге 40 мемлекеттік қызметкер көмекке жұмылдырылды. Сөйтіп, зақым келген үйлер қалпына келтірілді. Бір отбасыға үй салу үшін демеушілер тарапынан қажетті құрылыс материалдарын алуға көмек берілді. 13 мамыр күні болған қатты нөсер жауынның салдарынан
Табиғи апаттың себебінен біздің қора-жайларымыз, асханамыз, үйіміз барлығы жарамсыз болып қалған еді. Содан бері қарай осы Қазығұрт ауданының әкімдері барлығы келіп, қол көмектерін аяп жатқан жоқ. Бәріне рахмет. Сапалы ауыз су, тіршілік нәрі. Бұл бағытта да ауданда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлде жоқ 8 елді мекенге жаңа ауыз су құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92% құрады, немесе 59 елді мекен ауыз суға қол жеткізді. Бұға дейін тастақтан тасып іштік, колонкіден, құдықтан тасып іштік. Әйтеуір, мінекей таза су ішіп жатырмыз енді. Рахметіміз айтамыз басшыларға да, мына пейнет қылып істеп жатқан балдарға да бәріне. Үйге кіргізіп алдық, кір жуып жатырмыз, ваннаға түсіп жатырмыз, су ішіп жатырмыз. Қаламен бірдей болды. Мінекей, газ келді, су келді, қаламен бірдейміз қазір. Қазығұрт ауданының тұрғындарын өркениет игіліктерімен қамту бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оның ішінде тұрғындарға көгілдір отын жеткізу басты мақсат. 2020 жылы 2 табиғи газ нысанның құрылысын жүргізуге 388 миллион теңге бөлінді. Нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 51 елді мекен 80% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Бірнеше жылдан бері армандаған газымыз келді, суымыз келді. Қаладан кем жеріміз жоқ. Пешкеге от жақпаймыз, далаға шығып күл тасымаймыз. Бұның бәрі үшін мен бастықтарға, аудан басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Қазығұрт ауданының ішкі көшелері де асфальттанып жатыр. Бұрынғы тастақ, топырақ жол көшелер бүгінде жаңаша кейіпке енді. 2020 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге бағытталды. 107,2 шақырым жолдың 70 шақырым ішкі көшелерінде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдардың және бір көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелерінің жақсы және қанағатты жағдайда үлесі 51%-ға дейін артты. Мынау мемлекеттің дамығаны осы көріп тұрмыз. Есігіміздің алдына дейін өмірде көрмеген асфальтты көріп, балдарымыз ойнап, машинеміз шауып, халқымыз қуанып жатыр. Міне газымыз осыдан бір 10 жыл бұрын келген. Құдайға шүкір, бәрі елдің бәрі газданған. Міне суланған, мемлекеттің арқасы, мемлекеттің дамыған арқасы. Мемлекеттің басқарып жүрген жігіттер жасай берсін, мына халықтың қамын ойлай берсін, халықпен біргеміз бәріміз, халық қалай болса біз де солаймыз. Рахмет мемлекетке. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60 миллион теңгеге орталық саябақ және 80 миллион теңгеге Дендро саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде аудан тұрғындарымен келген қонақтарға барлық жағдай жасалған. Веложолақтар, демалыс орындары, концерттік сахна, су бұрқақтары, сонымен қатар ертегілердегі түрлі мүсіндермен қайта жабдықталды. Бұл үлкен саябақты соңғы жылдары мынау ауданның экономикасы, әлеуметтік жағдайы көтерілгеннен кейін саябаққа да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Міне қазір веложолдар салынып, жұрттар демалатын жолдар, осындағы мынау түрлі ашық концерт залы барлығы да жөндеуден өткізілді. Сондықтан қазір енді ұялмай ауданымызға келген қонақтарға да көрсететін үлкен бір саябақ болып отыр. Сондықтан осы саябаққа келіп барлықтарыңызды шақырамын. Әсіресе жас кезінде демалуға болады, осында мінекей балаларды алып келіп ойнатуға болады. Өткен жылда Қазығұрт ауданда жүргізілген жұмыстардың бір парасы. Осындай атқарылған шаруа аз емес. Қазығұрт ауданда инфрақұрылым жүргізу, өркениет игіліктерін қолжетімді ету жайы басты назарда тұр. Саламатсыздар ма, құрметті Жаңабазар ауыл округінің тұрғындары. Қазір ғана өздеріңіз ауданда атқарылған, өткен жылы атқарылған жұмыстар бойынша бейнероликті көрдіңіздер. Келесі кезекте 2020 жылы атқарылған жұмыстар бойынша қорытынды есеппенен сөз Жаңабазар ауыл округінің әкімі Ақжолов Асқар Қуандықұлына беріледі.
Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, құрметті Жаңабазар округінің тұрғындары, құрметті Төлеген Тортайұлы, жалпы әлеуметтік желі қолданушылары, сондай-ақ жиналысқа тікелей қатысушы аудан активтері. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша, яғни Жаңабазар округі әкімінің 2020 жылы жыл қорытындысы бойынша атқарған жұмыстары бойынша баяндамамды бастауға рұқсат етсеңіздер. Баршамызға мәлім, өткен 2020 жыл бүкіл әлем, соның ішінде біздің қазақ ел ішінде өте қиыншылығы мол жыл болды. Ол енді баршамызға мәлім, коронавирустық инфекцияның кең таралуынан болған зардап. Осы вируспен күресу әлде де жалғасын тауып жатыр. Міне осындай қиын-қыстау кезде мемлекетіміз азаматтардың өмірін, денсаулығын сақтап қалу үшін барлық мүмкіндіктерді қарастырып отыр. Осындай шақта мемлекетіміздің басты маңызды міндеті әлеуметтік экономикалық тұрақтылықты, жұмыс орындарын және халықтың табысын сақтап қалу болды. Оған дәлел ретінде айтатын болсақ, былтырғы жылы еліміз бойынша 4,5 миллионнан астам адамға 450 миллиардтай қаражаттың біржолғы қаражаттың берілуі, барлық тиісті санаттағы азаматтарға коммуналдық шығындарын өтеп берілуі, балабақша мектептеріміздің бәрі онлайн форматқа көшуіне қарамастан айлық жалақылары табыстары сақталынып қалып, басқа да қаражаттардың дер кезінде берілуі, осының бәрі біздің мемлекетіміздің халыққа деген үлкен қамқоршылығы деп білуіміз қажет. Сәйкесінше осы ауыл округінде де, Жаңабазар округінде біздің негізгі жұмыстарымыз пандемиямен күрес, халыққа карантин талаптарды түсіндіру, кейбір елді мекендерде карантиндік шектеулер енгізу, сауда қатарларындағы, дүкендердегі, дәріханалардағы бағаларға ұдайы мониторинг жасау сияқты көптеген жұмыстар атқарылды. Десек те осындай күрделі жағдайға қарамастан, жалпы елімізде, соның ішінде біздің Жаңабазар округінде де бірқатар маңызды жұмыстар, ауылымыздың инфрақұрылымдық жағдайын жақсарту үшін, елді мекендердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсарту үшін маңызды жұмыстар атқарылды. Бүгінде ауыл округінде 9 елді мекен болатын болса, оларда 12,5 мыңға жуық халық тұрады. Агроқұрылымдар саны 604, оның ішінде 581 шаруа қожалық, қалғандар өндіріс кооперативпен жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрайды. Сонымен қатар, слайдта көрініп отырғандай өздеріңізге бірнеше әлеуметтік нысандарымыз бар. Осы әлеуметтік нысандарымыздың барлығы да елге қалтқысыз қызмет жасап келеді. Ауыл округіндегі бюджеттік салық түсімі бойынша айтатын болсақ, ауыл әкімдерінің басқаруына 6 салық түсімі бізге берілген. Жалпы жергілікті өзін-өзі басқаруға түсетін жалпы тапсырма жоспар 13,443 мың теңге болатын болса, былтырғы жылы 16,272 мың теңгеге, немесе 121%-ға орындалып отыр. Ауыл болғаннан кейін ауылымыздың негізгі шаруашылығы, егін шаруашылығы және мал шаруашылығы, сондай-ақ соңғы 3-4 жылда қарқынды дамып келе жатқан кәсіпкер саласы деп айтуымызға болады. Осы 3 салада мен қысқартып айтатын болсам, аудан әкімдігі, ауыл әкімі және тиісті бөлімдермен 3 жақтама келісімшарт жүргізген бізде. Яғни жыл көлемінде осы индикаторлық көрсеткіштерге жету мақсатында біз жұмыс жасаймыз. Бір сөзбен айтқанда, былтырғы жылы біз осы егін шаруашылығында біздің шаруаларымыз жақсы үлес қосып, алғашқы орындардан көрініп отыр. Мал шаруашылығына қарасақ, ауыл округінде жалпы аудан бойынша жақсы ілгерілеушілік бар. Соның ішінде Жаңабазар ауыл округінде біздің кәсіпкерлеріміз үлкенірек бір үлес қосып отыр деп айта аламын. Айтатын болсақ, қазір 151 кәсіпкерде 3842 бас қарамал, 35 кәсіпкерімізде 1526 бас жылқы, 28 кәсіпкерімізде 1750 бас қой, 115 жеке қожалықтар биылғы жылы сүт өндіріп, тиісті мекемелерге өткізіп отыр. Жалпы мынау 12 айда жеке шаруашылықтарға, жеке тұрғындарға малдарға қызмет көрсеткен азаматтарымыз туралы айтатын болсақ, Нұржігіт Асқарбай және 8 лицензиялы қызметкер бар. Мына слайдта көріп отырғандарыңыздай малдың түрлі ауруларына, яғни құтыру, сібір жарасы,
ауырсыз оспа деген секілді аурулардың бәріне дер кезінде ем отырғызып, 2 қайтара ем жасады. Ауыл округіндегі кәсіпкерлік саласы бойынша айтатын болсақ, шағын әсіресе микробизнес еліміздің әлеуметтік экономикалық және саяси өмірінде маңызды рөл атқарады. Ең алдымен тұрғындарымызға тұрақты жұмыс беріп, жұмыс азайтса, сонымен қатар салық базасын құрап, жергілікті бюджетті де нығайтады. Ауыл округі бойынша шағын орта бизнес субъекттерінің санын арттырып отырып, жұмыспен қамтуда да біршама жұмыстар атқарылып келеді. Айтатын болсақ, бұл жерде де 3 шарттама келісімшарт бар. Былтырғы жылы 6 жобаны бізге іске қосу қажет болатын болса, бізде нақты 8 жоба қосылып, халыққа қызмет жасауда. Ол не дегенде, олар біздегі мына қазір үлкен супермаркет магазиндеріміз халыққа қызмет көрсетіп жатқан. Құрылыс дүкендері, мынау инкубатор цехы, кішкентай жоңыш қорып тазалайтын цехтарымыз қосылып жатқан. Міне осылардың бәрі қазір былтырғы жылы бізге жоба болып қосылды. Яғни халыққа біршама тұрақты жұмыс істеуіне жағдай туындап отыр осындай. Сондай-ақ осы кәсіпкерлік саласын айтатын болсақ, бюджеттік емес инвестиция тарту көлемі бізде былтырғы жылы 400 миллион теңге болып бекітілген болса, бұл 957 миллион теңге болып былтыр бізде артығымен орындалып отыр. Сол сияқты мынау 2020 жыл көлемінде бірнеше жем сататын қойма, наубайхана, шлакоблок цехы, монша қосылып, іске бір монша қосылып, осы жұмыс орындарды 12 адамды жұмыспен қамтуға мүмкіншілік беріп отыр. Әлеуметтік салаға келетін болсақ, үлкен сала, осы жерде тоқталып кетуіміз қажет. Нәтижелі жұмыспен қамтудың 2017-2021 жылға арналған еңбек бағдарламасы аясында 3 бағыты бойынша, бір сөзбен айтқанда, барлық индикаторлық көрсеткіштерге біз нақты қол жеткізіп отырмыз. Жаңабазар ауыл округі бойынша былтырғы жылы қамқорлық жобасы аясында кедейлік шегіндегі 8 отбасыға 900 мың теңге көлемінде материалдық және азық-түлік тегін жәрдем берілді. Және осылардан 2 азаматымыз әзірге қоғамдық ақыл жұмысқа тартылып отыр. Жалпы мемлекетімізде, соның ішінде Жаңабазар ауыл округінде де бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін түсін қалыптасқан. Осыған сәйкес біздің ауыл округінің кәсіпкерлері әрдайым тұрмыс төмен отбасыларды есепке алып, материалдық немесе азық-түлікке жәрдем беріп келеді. Мысалы, кәсіпкерлеріміз өмірлік қиын жағдайға тап болған 31 кәсіпкерге былтырғы жылы жыл көлемінде 2,5 миллион теңге көлемінде түрлі материалдық немесе азық-түлікке жәрдем берді. Ауылымыздың осындай қамқоршы кәсіпкерлердің арқасында тұрмыстық жағдайы төмен азаматтарымыз жағдайы әрдайым бақылауға алынып, әлеуметтік жағдайы біршама тұрақтандыруға өз септігін тигізіп отыр. Ауыл округінде 2020 жылы жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек жобасына қатысуға 291 отбасы ниет білдірген, солардың 212-сіне былтырғы жылы келісімшарт жасалып, мемлекет тарапынан 76 миллион 657 мың теңге тағайындалып төленді. Сондай-ақ 217 балаға әлеуметтік пакет, яғни тамақ, гигиена құралдары берілді. Олардың жалпы сомасы 10 миллион 260 мың теңгені құрап отыр. Атқарылған жұмыстарға келетін болсақ, былтырғы жылы ең қуанышты айтатын нәрсе бізде мынау Үшбастау елді мекеніндегі бұрынғы 26 елді мекені. Кенен Назарбаев мектебінің құрылысының басталуы елді өте қуантып отыр. Былтырғы жылы шаруа қожалықтарының 1,8 жер телімі қайтарып алынып, қазіргі бір жақсы елдің орталығына осы мектептің құрылысы басталып кетті. Құдай қаласа мынау үстіміздегі жылдың қыркүйек айына шейін пайдалануға берілетін болады. Одан кейінгі бір мәселе, күл-қоқыс тастайтын біздің полигонымыз аумағы 5-2 болатын, өте аянышты жағдайда болған. Бұл полигонымызда былтырғы жылы қаржылық жағдайы шешіліп, жұмыстары бітіп, жаңа жылда 2021 жылдың жаңа жылында пайдалануға беріліп отыр қазір. Бұл да елдің үлкен бір қуанышы болып тұр. Сонымен қатар ауыл округінде бір қатар елді мекендерімізге ішкі жолдар жасалынды. Ол айтатын болсақ, Қарабастау елді мекеніндегі Бораш баба көшесі, сондай-ақ Бенкеш ауылындағы Ақабаев көшесі,
ағымдағы орта жөндеулерден өтті. Сонымен қатар, Қарабастау елді мекенде ұзындығы 2 шақырым құрайтын 72 дана электр бағаналары, Тілектес елді мекенде 4-2 шақырым жерді құрайтын 70 дана электр бағаналары ауыстырылды. Сондай-ақ Жаңабазар округінің орталығында үлкен проблема тудырып тұрған бір КТП ауыстырылды былтырғы жылы. Және қоса кететін айтатын дүние осында Бейнекеш мөлтек ауданы, Бейнекеш ауылында Ақабаев көшесі, Исаев көшелеріне ауыл тұрғындарының өздерінің ұйымдастыруымен 68 дана түнгі жарықтар орнатылды. Оның ішіндегі 7 бағанасы күн сәулесінен энергия алады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен осы ауылдың тұрғындарына үлкен алғысымды айтамын. Сонымен қатар, Базар көшесінде 9 жарықтандыру бағаналары, Баратов көшесінде 15 жарықтандыру бағаналары, дәл осы сияқты Алтынтаев көшесі, Қасымұлы көшесі, Қуатбайлы көшелері өз есептерінен қазір көшелерге жарықтандыру қойып отыр. Бұны айтып отқандағы мәселе басқа елді мекендерге үлгі болады деген сенімді айтып отырмын. Біздің ауыл округінде жаңағы айтып өткенімдей 9 елді мекен болатын болса, осы күнге дейін деп айтсақ болады, 4 елді мекенде таза ауыз су мәселесі өте қиын болып келген. Былтырғы жылы Жеңіс, Қарабастау, Жаңаталап елді мекендері таза ауыз сулардың бәрі шешіліп, халықтың игілігіне беріліп отыр. Ендігі кезекте осы халықтан сұранатынымыз осы мәселе бойынша аудандық таза ауыз су мекемесімен келісімшартқа отырып, ішкі абоненттерді қосу жұмыстарын өздерінің қаржысы есебінен жүргізу қажет. Табиғи газға қосу мәселесіне бойынша келетін болсақ, Жаңабазар округінде жалпы 1963 үйге табиғи газ кіру қажет болатын болса, бүгінгі таңда 1865 үйге немесе 95%-ға жетіп отыр. Бұл аудан көлемінде ауыл округінің ілгеріде тұрғанын байқатады. Яғни біздің ауыл тұрғындары шынайы бір жаңағы белсенділік көрсетті десек те болады. Жалпы ауыл округінде 5 бақ бар. 5 бақ бір ауруханадан басқа мекемелердің бәрі бізде қазір табиғи газға қосылып отыр. Енді айтатын болсақ, ауыл округінде тазалық жұмыстары ұдайы атқарылып келеді. Құрметті Төлеген Тұртайұлы, 9 елді мекен бойынша былтырғы жылы арғы атсыздар өзен жағаларының бәрінде ұдайы тазалық жұмыстарын жүргізіп, көптеген жұмыстар атқарылды. Осы жерде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында да біршама жұмыстар атқарылды. Осы өзіміздің орталықтағы ынтымақ саябағы біздің 1983 жігіттеріміздің ұйымдасуымен күрделі жөндеуден өткізіп берді. Осы жігіттерге де мен осы мүмкіндікті пайдалана отырып, үлкен рахметімді айтамын. Сондай-ақ қоса кететін дүние болып отыр. 1990 жігіттеріміз Қарабастау елді мекенде бір тұрғын үйді күрделі жөндеуден өткізіп 2 миллион теңге көлемінде үйіне кіргізіп беріп отыр. Сондай-ақ Жеңіс елді мекен азаматтары бір тұрғын үйді басынан бастап жаңадан салып, өте тұрмысы жағдайы төмен болатын үйіне кіргізіп беріп отыр. Мен де осы жаңағы айтатын тағы да осы елдің азаматтарына көптен көп алғысымды білдіремін. Құрметті Жаңабазар округінің тұрғындары, енді бұл жерде біршама атқарылған жұмыстарды айтып өттім. Енді мәселе бізде атқарылатын алдағы уақытта жұмыстарымыз өте көп, әрине. Бұның бәрі жаңа ауданымыздың даму жоспарына сәйкес, ауылымыздың даму жоспарына сәйкес өзінің кезең-кезеңмен атқарылатын болады. Енді мына сөз кезегінде Төлеген Тұртайұлы біздегі атқарылатын жұмыстар туралы қосымша нақтылап айтатын болады. Тыңдағандарыңызға жалпы рахмет. Құрметті Жаңабазар ауыл округінің тұрғындары, ауыл әкім баяндамасын біз тыңдап біттік.
Ал енді ауданда атқарылған, өткен жылы атқарылған жұмыстар бойынша сіздер менің баяндамам толық нұсқасын газет бетінен оқыған боларсыздар. 22 қаңтарда Қазыбек Тыныс газетінде жарияланған болатын. Сонымен қатар жаңа ғана өздеріңіз бейнеролик көрдіңіздер. Нақтыланған бюджет қаражат есебінен биылғы жылы осы Жаңабазар ауыл округінде қандай жұмыстар атқарылады, осыған тоқтап өтсек, жалпы 9 елді мекені бар, халық саны 12 мыңнан астам. Жаңабазар ауыл округіне біз Жаңабазар ауыл округін қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша ерекше назар аударып отыратынымыз жасырын емес. Жылда бюджет қаражат есебінен қомақты қаржылар бөлініп отыр. Тек қана былтырдың өзінде 542 миллион теңге бюджеттік инвестиция жолданды, жұмсалды осы Жаңабазар ауыл округіне. Ал 2019 жыл 1,7 миллиард теңге жұмсалған болатын. Биыл жылда осы жұмыстар жалғасын табатын болады. Нақты мынау жол саласы бойынша биыл 2021 жылы аудан бойынша біз осы жергілікті бюджетпен субвенция көлемінен аудандағы 20 көшелерді жөндеуден өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Оған 829,2 миллион теңге бағытталып отыр. Мынау Жаңабазар ауыл округіне қатысты КХ 29 Шарапхана Жаңабазар 1 мамыр автомобиль жолы, облыстық маңызы бар жолы. Былтырғы жылы 19 жылы жұмыстар басталған болатын, жөндеу жұмыстар. Биылғы жылы осы жөндеулер аяқталатын болады. Жаңабазар ауыл округіне қарасты елді мекенде ішкі көшелердің жалпы ұзындығы 71,6 шақырым құрайды, оның ішінде 44,2 шақырымы немесе 61,7% қанағаттанарлық жағдайда. Биыл, яғни осы 2021 жылы ауыл ел бесік жобасы аясында 16,4 шақырым құрайтын Жаңабазар елді мекенінде 10 көшеге, нақты айтатын болсақ, Керімбаев, Байтүгел, Тайлақ Батыр, Қуатбайұлы, Жақбек болыс, Елшібек Батыр, Барлыбай, Тастанбекова, Суан баба, Төлендиев көшелері орта жөндеуден өтетін болады. Нәтижесінде жақсы және қанағаттанарлық жағдайда жеткізілген ішкі көшелердің үлесі 84,16%-ға жететін болады. Ал жаңағы қалып бара жатқан тағы 11 шақырымды біз өзіміздің бекіткен жоспарымызға сәйкес кезең-кезеңмен жөндеп беретін боламыз. Сонымен қатар биылғы жылы Жеңіс елді мекенінде Ұя өзеніндегі көпірді күрделі жөндеу үшін 1,5 миллион теңге жобалық сметалық құжаттары әзірленуде. Осы құжаттар дайын болғасын қаржыландыруға беретін боламыз. Ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша жаңа ауыл әкімі айтып кетті. Биылғы жылы Жаңабазар елді мекеніндегі Абдраимов көшесінің ауыз су құбырын, Бейнеткеш су қоймасы мен су құбырларын, Үлгілі елді мекеніндегі су қойманы ағымдағы жөндеу жұмыстар жүргізетін болады. Тілектес елді мекеніндегі су ұңғымасындағы судың тартылып кетуіне байланысты қазіргі таңда жерасты су қорын барлау жұмыстары жүргізілуде. Бұл жұмыстар білесіздер былтыр басталды. Биыл осы жерасты су анықталған соң жобалық сметалық құжаттамалар дайындалатын болады. Электрмен қамтамасыз ету бойынша 2021 жылы 48,6 миллион теңгеге Қарабастау елді мекенінің және Тілектес елді мекенінің электрмен қамтамасыз ету құрылысы ауыл ел бесік жобасына ұсынылып отыр. Сонымен қатар аудандық бюджет есебінен 26,8 миллион теңгеге Жылыбұлақ елді мекеніндегі Мұсақұлұлы, Домалағанақ көшелерінде жарықтандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Білім саласы бойынша ауыл әкімі өзінің баяндамасын айтты. Жаңа өткен жылы бұрынғы Қазан 20 жылдық қазіргі Үшбастау ауыл елді мекенінде жобалық құны 701 миллион теңгеге 701,9 миллион теңгеге 200 орындық Кенен Әзірбаев мектебінің құрылысы басталған. Биыл құрылыс аяқталып пайдалануға берілетін болады. Сонымен қатар Жаңабазар елді мекенінен 200 орындық Ақабаев мектебінің құрылысына біз 2019 жылы жобалық сметалық құжаттамалар қорытындысын алдық. Оның құны 883,6 миллион теңге. Енді осы қаржыландыруға облыстық салық басқармаға ұсынып отырмыз.
Тұрғын үй саласы бойынша Жаңабазар елді мекенінің бір қабатты 2 пәтерлі 2 тұрғын үйдің құрылысына әрқайсысы 57 миллион теңгеден жобалық сметалық құжаттамалар жасалынды. Алдағы жылдар құрылыс жұмыстары жүргізілетін болады. Мынау көптеген сұрақтар ішкі көшелерге байланысты болып жатыр. Сондықтан да жаңа мен әдейі айтып отырмын. Аудан бойынша 20 көше орта жөндеуден өтетін болса, соның ішінде бір ғана Жаңабазар ауыл округінде ауыл ел бесігі жобасы аясында 10 көше бағана айтқан 592 миллион теңге жөндеуден өтетін болады. Мынау мен қазір айтып шыққан нақты бюджетке енгізілген сомалар алдағы уақытта жыл барысында бюджет нақтылау барысында қосымша тағы қаржылар бағытталатын болады. Менің баяндамам аяқталды. Ендеше келесі кезекте сұрақ жауаптарға көшейік. Құрметті ауыл округ тұрғындары, сұрақтарыңыз қоя берсеңіздер болады. Мұна Zoom арқылы болсын, Facebook арқылы. Біз жауап беруге дайынбыз. Мен Жаңабазар ауыл тұрғыны Тасаев Аманбай, ардагерлер кеңесінің төрағасы. Жаңа өздеріңізден естіп жатқандай, біздің ауыл әкімшілігінде істеліп жатқан игілікті жақсы істеліктер өте көп. Соның ішіндегі ең үлкен қуаныштың біреуі 40-29-16 километр Қаратас Жаңабазар істелініп жатыр. Енді жұмыстарына ешқандай неміз жоқ. Ары өтіп бері өтіп көріп, қанығып жүрген жағдайымыз бар. Бірақ сол кіреберісте жаңа өздеріңіз де көргенде шығарсыздар, бір ағаш егілген, сол ағашты светті орнататын кезде сәл ағаш ұрылды дейді ғой, ол сәл дөрекілеу кесілді. Соны басшыларына хабарласып, айтып уәде беріп жатыр енді. Бұлай береміз, реттеп береміз. Соны енді сіздерде бір өтініш. Жұмысының бастығынан жаңағы ағаш жөнінде, сол ағашты қалай енді бұлай жаңағы икемдеп кесіп, қайтып қалпына келтіріп, дағы жаңарының күші болмаса кейін ағаш егіп беруге де уәде беремін деп жаңа Сапар деген бастығы, жұмысының бастығы. Соны сіздерде өтініш, соны бір көңіл аударып, сол басшылармен байланысып берсеңіздер. Рахмет, тыңдағандарыңызға. Түсінікті сұрағыңыз. Жаңа айтып отырмыз, облыстық маңызы бар жол 19 жыл құрылысы басталған, биыл пайдалануға беру керек, құрылыс жұмыстарын бәрі аяқталу керек. Сол жұмыс барысында жолдың бойындағы кесілген ағаштар болатын болса, сол жерде басқа да бір ақаулықтар орын алып жатқан болатын болса, біз мердігер компанияны міндетті түрде міндеттейміз. Айтады ғой, бір ағаш кессе 10 ағаш ектіп. Ағашында көгалдандыру мәселесінде, абаттандыру мәселесінде жұмыстар аяқталған соң бітіріп кетуді талап ететін боламыз. Қоя беріңіз, естіліп отырсыз. Мына кісілердің басшылықтарының арқасында өткен жылы Аралбай арында үлкен жер қазатын көлікшілер бәрі қазырдыңдар. Өткенде жерлер тасқын кедерден ауылымызды біраз жерге су кіріп кетті. Сол жерде де жаңағы көліктердің бар жолдың бәрін тазалап берді. Қазір 1,5-2 шақырым жерде. Соны рахметімізді ауыл тұрғындарына айтып отырып, бір өтінішіміз бар. Мынау ауылымызда жайылым жерге инфрақұрылым аясында 50-60 гектар жерді жаңағы келешек құрылыс түседі деп жайылымды алып қойдық бізден. Сол себепті жаңағы жоғары ауылдарда 40-50 гектар жер бар, соны шаруашылыққа бөліп бергенде, соны халыққа жайылым қайтарып берсеңіздер алып. Сол халықтың өтініші бар сондай. Түсінікті. Жайылым жер бойынша біздің мынау ауданында құрылған жұмысшы топ, менің орынбасарым Қалымбетов Тайбек Әділбекұлы басқаратын жұмысшы топ, оны барып көріп, шешім қабылдап, өздерінің ұсынысын айтып, сөйтіп содан кейін шешім қабылдайтын боламыз. Қазір мен сізге бірден айта алмай тұрмын бұл мәселені.
сол жердегі жағдаймен барып танысып көрсін, қандай жер, қашан берілген, одан кейін шешім қабылдайтын боламыз. Жайылым жерге қатысты. Келістік па? Құрметті Төлеген Құртайұлы, мінекей ауыл әкімінің сіздің баяндамаларыңыздың бәрін естіп, көңіліміз толып отырған жағдайымыз бар. Мінекей біз сауал беремін деп отырып, өз аузымыздан естіп, мінекей мынау біздің Жаңғызар ауылы округінде мемлекеттің айналасындағы жол, кейін Тастамбеков атындағы көше, Жақыпбеков атындағы көшелердің бәріне асфальт төседі деп өзіңіз айтып қалдыңыз. Үлкен рахмет, әгер жылы, биылғы жылы сол толып жатса, сол жұмыс сіздің атыңыздан халыққа біз рахмет айтуға дайынбыз. Баяндамаңыз үшін рахмет сізге. Рахмет. Иә, бұл бюджетке уже нақтыланған сомалар, осы көшелер жағынан атап өткен 10 көшелеріңіз жөндеуден биыл өтетін болады. Ал енді сол көшені қаншалықты сапалы орындайды мердігер, осыған өздеріңіз қадағалап бақылап жүрсеңіздер, ол да дұрыс болатын еді. Себебі жылда бір көшені қайта жөндеуге мүмкіншілік жоқ, бір істеп кеткен соң, соны сапалы істеу керек. Оған ешқандай тұрғындар тарапынан ешқандай замечание болмау керек. Келістік қой? Отырып айта беріңіз, отырып. Естіп жатырмыз, айта беріңіз. Сол мәселесіне жол бірікпесе, мынау жерді беріп жатыр дейді. Тұрғын үйге очередке тұрғаннан кейін очередшіміз жылжыма біліп берсеңіз дейді. Түсінікті. Бізде өзіңізге белгілі ауданымызда тұрғын үй комиссиясы бар. Қазіргі таңда ауданда 600-ден астам адам тұрғын үй кезегінде тұр. Кезек жылжымайды емес, жаңа бейнероликтен көріп жатсыздар, жылжып жатыр. Және де ол кезек электрон түрде, оны ешкім өзгерте алмайды, ешкім кезекте тұрған адамдарды кезектен тыс алды қарай жылжытамайды. Сіз енді аты жөніңізді бәрін айтсаңыз, біз қандай кезекте тұрсыз, қай жылдан бері тұрсыз, оның бәрін анықтап бере аламыз. Ал кезекке тұрмаған болсаңыз, онда мұны сон арқылы да қосымша оны іске асыруға болады. Жылда біз енді өзіміздің қаражаттың мүмкіншілігіне қарап тұрғын үйлерді беріп жатырмыз, көп беріп жатырмыз деп айтамаймыз, бірақ кезең-кезеңменен жылжып жатыр. Өткен жылдың өзінде 8 кезекте тұрған 8 тұрмысы төмен азаматтарға біз үйлерді республикалық бюджеттен қаржы бөлініп 8 үй берілді. Одан бөлек демеушілер есебінен де қосымша үйлер соғылып таратылған болатын. Кезекте несінші болып тұрсыз, білесіз ба? Жоқ, ол егерде алдыңғы жыл түсіндім. Сізге қосымша ауылдың әкімі тағы да айтып береді бұның тәртібін. Осы тікелей эфир барысында
жасаған баяндамаңыз бойынша аудан көлемінде сондай-ақ мына Жаңабазар ауыл әкімшілігіндегі бірқатар келелі мәселелердің атқарылғанына қанағаттандырарлықпен қабыл алдық. Үлкен рахмет сол үшін. Енді мен Серкебаев Қораман Бейнеткеш ауылының тұрғынымын. Өткен жылға есеп беруімізде біздің Бейнеткеш пен Мұхтар Әуезовтің арасында көпір салу туралы ұсыныс айтып едім. Оны келешекте көреміз деп, мынау ауданның бюджетін қарастырып болмаса, облыстық бюджетті қарастырып шешеріміз береміз. Сондай-ақ мынау документтері сметалық документтері дайындала берсін деген мәселе болған еді. Сол қозғаусыз қалып кетті ме, сол бір жыл көлемінде сол документті аламадық. Мынау ауданның бұрынғы облыстық депутат айтып еді. Мынау сметалық документтеріңіз дайын болса, маған жеткізіп беріңіздер, облыстық бюджеттен ақша бөлдіруге жәрдемдесемін деп. Оған біз документ ала алмадық. Документті екі мәрте барып сұрадық, істелініп жатыр, істеймізден қалып кетті. Осы мәселені биыл назарға алсаңыз деп тағы да сұрамамыз. Сондай-ақ Төлеген Тұрдайұлы. Сол біздің Бейнеткеш елді мекенінің өзі қазір халықтың бұрынғыға қарағанда екі есеге молайды, шүкіршілік. Соған байланысты енді екінші сұрауымыз. Біздің сол Бейнеткеште 80-ші жылдарына тұрған әлгі қуаттаратқыш трансформатор соғып қалды да, қазір ауылдың жартысы жарығы жоқ есепті. Олар болмас. Енді қысқасы кешкеден ары қарай светті жоқ, пайдаланылмаған жер барып қалған жағдайы бар. Осы екі мәселені сіздің құлағыңызға, қабіліңізге салып өткім келеді. Мүмкіншілігі болса, осы мәселелерді тиісті орындарға тапсырма беріп, іске асуына көмектесуіңізді сұраймыз. Рахмет, мен жазып алдым бәрін. Мынау трансформаторға байланысты. Ол сол елді мекенге маған берген ақпарат бойынша жаңа трансформатор, қуаттылығы жоғары трансформатор қойылған, бірақ ана жағы әлі қосымша көшелер қосылмаған. Биыл осы трансформаторға қосу жұмыстары жүргізілетін болады. Енді сіздің айтқаныңыздан Науқан көпірі жөнінде ғой? Науқан көпірі болу керек. Бұның құжаттары қазір дайын болды ма, дайын болған жоқ па, мен қазір нақты айта алмаймын. Маған мұны айтып жатыр. Ауданның коммуналдық меншігіне қабылданды дейді, жоспарлау тапсырмасын әзірлеп жатырмыз дейді. Енді мынау қандай да бір жұмыстарды бастамас бұрын бірінші кезекте құжаттарын рәсімдеп алуымыз керек, білесіздер. Осы иесіз мүлікті коммуналдық меншікке қабылдау мәселесі сот арқылы бір жыл көлемінде шешіледі, өзінің процедурасы сондай. Енді ең басты біз оны қабылдап алдық, енді қаржыландыруға толық мүмкіншілігіміз бар. Қазір енді кезекте тиісті қанша қаражат қажет ететінін анықтап, соның құжатын дайындасақ, бұл мәселеде алдағы уақытта шешім табады деп ойлаймын. Көпірге байланысты. Абек айта беріңіз. Баға беріп кетіп оқыстан етіңіз. Бұна енді бірінші Алланың арқасында осы өткен 5 жыл көлемінде біргелесіп өзіңізбен бірге жұмыс істедік. Осы 5 жылдың ішінде 2,5 миллиард ақшасын қосқанда 7 миллиардтан астам қаржы тартылып, Жаңабазар ауыл әкімшілігінде үлкен жұмыстарын істелінгенін осында отырған халықтардың бәрі куәгер. Сізге мына енді бірінші Алла Құдайдың арқасында бірге жүріп, мен бір ризашылығым, бір рахметімді айтқым келіп тұр. Мыңда бір рахмет.
қазір 4 ауыл әкімшілігінде 4 елді мекенге жаңадан мектеп түсіп, жоғарыдан жаңағы полигон, мусорный полигон істелініп жатыр. Үлкен күтіп жатқан үлкен жұмыстар көп. Соған енді шын айтқанда мынау қазіргі ауыл әкімі Ақжол Басқардың 1 жылдық есеп беруі, екінші өзіңіз құрметті Төлеген Тұртайұлы өзіңіздің жылдық есеп беруіңіз қанағаттанарлық деп баға беріп, Құда қаласа мынау аманшылық болып мынау елімізде біздің Жаңабазар ауыл әкімшілігінде осындай үлкен жұмыстарды атқара беруіне тағы да бола беруіне мен тілеулеспін. Рахмет, мынау Құда қаласа қанағаттанарлық деген баға беремін, құрметті Төлеген Тұртайұлы. Рахмет. Құрметті Жаңабазар округінің тұрғындары, келесі сөз аудандық мәслихаттың хатшысы Көпеев Өрісбай Бұқарұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Жаңабазар ауыл округінің тұрғындары. Өздеріңізбен бірге қазір Жаңабазар ауыл округінің әкімі Асқар Қуандықұлының және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының есептерін тыңдадық. Оның алдында барлықтарымыз осы ауданда атқарылған жұмыстар жөнінде бейне роликті көрдік. Осы атқарылған жұмыстар туралы есептің басталғалы бері барлық есептердің басқасында жүрмін. Барлық ауыл округтердің есептерін тыңдадым. Жалпы 2020 жылы аудан бойынша атқарылған жұмыстар өте көп. Оның ішінде Жаңабазар ауыл округінің әкімінің есебінің ішінде мен ерекше бір айтып өтетін жағдай, мынау былтырғы пандемия індеттің кіріп келуіне байланысты елімізде енгізілген шектеу шаралары, карантиндік шаралардың орындалу жөнінде Асқар Қуандықұлы өте жақсы айтып кетті. Осы мәселеге біз ерекше көңіл бөлуіміз керек. Әлде де індет жүріп жатыр. Сондықтан осындай біздің сақтансаң Құдай сақтайды деген ата-бабаларымыздың айтып кеткен осы мәселесіне өте жақсы жұмыс жасалған деп мен өзім ойлаймын. Ал енді ауданда салынып жатқан құрылыс жөнінде жаңағы инфрақұрылым, оның ішінде жол мәселесі, электрмен жабдықтау, электр бағаналарын ауыстыру, ауыз су, ағын су, жайлы мәселесі, бұның барлығы әлі күн тәртібінен алынған жоқ, әлі де біздің қажет жерлеріміз бар. Оның барлығын біз ретмен шешетін боламыз. Сіздермен бірге әрине барлығын бірлесіп. Ал енді өткен жылы тағы бір мәселеге мен ерекше назар аударғым келеді. Ауыл әкімдері осы Facebook әлеуметтік желіге қатысып отқан. Біз тек қана инфрақұрылым, тек қана құрылыс мәселелері емес, біз өткен жылы бұл абайдың 175 жылдығын атап өттік. Олы мынау оқымысты Әл-Фарабидің 1150 жылдығын атап өттік. Бұл жұмыстардың барлығы мынау індетке байланысты онлайн форматта өтіп жатты. Ол өте үлкен іс-шаралар өтті. Мынау мектептермен хабарласып отырдық. Осындай істерді атқарылды. Сонымен қатар мынау біздің елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Ұлы даланың 7 қыры атты бағдарламалық мақалалардың аясында да үлкен жұмыстар жүргізілді. Бұл жағында біз ұмытпауымыз керек қой деп ойлаймын. Неге? Себебі біздің осы материалдық қажеттілікпен қатар біздің көптеген рухани қажеттіліктерімізде қатар жүру керек қой деп. Сондықтан енді атқарылған жұмыстар өте көп. Қазір міне ауыл тұрғындары айтып жатыр. Ауылдың ардагерлер кеңесінің төрағасы 6 шақырымдағы аудандық мәслихаттың депутаты ризашылықтарын білдіріп жатыр. Бұндай ризашылықтарды көптеген елді мекендерден естіп жатырмыз. Жаңа бейнероликтерін көрдіңіздер. Судың кіруіне байланысты, газдың кіруіне байланысты. Бұның бәрі рет-ретімен алдағы уақытта да шешілетін болады. Мұны бұған біз 7 шақырымдағы сайланған аудандық мәслихаттың депутаттары ауыл әкімдерімен бірлесіп, аудан әкімімен бірлесіп, осы бағыттағы жұмыстарды атқарамыз ғой деп ойлаймын. Ал енді жалпы ауданда өте көп жұмыстар атқарылғандарын көрдіңіздер, өздеріңізді атап өтіп жатсыздар. Ауданда біздің жалпы ішкі өңірлік өніміміздің өсуінің өзі, осындай пандемия жағдайында, карантиндік шектеулер жағдайында өсуі, ол атқарылған жұмыстардың нәтижесі, оң нәтижесі ғой деп ойлаймын. Сондықтан әлі әрине шешілмеген мәселелеріміз бар, жеткілікті, оны жаңа айттым, рет-ретмен алдағы уақытта шешетін боламыз. Биылғы жыл мемлекет басшысы биылғы жылда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы
деп жариялап отыр. Осы бағытта да біз көптеген жұмыстар Құдай қаласа алдағы уақытта атқаратын боламыз өздеріңізбен бірге. Сондықтан ауыл әкімін қолдап, аудан әкімін қолдап, ел болып, жұрт болып осындай жұмыс жасасақ, әрине оның біз оң нәтижесін көреміз. Сондықтан атқарылған жұмыстар бойынша ауыл әкімінің Асқар Қуандықұлының және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының жұмыстары қанағаттанарлық деген баға беремін. Рахмет. Рахмет. Басқа ұсыныс пікірлер болмаса, біз осыменен тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Қосымша туындаған сұрақтар болатын болса, Facebook арқылы қойылған сұрақтарға біз жауап беретін боламыз. Сау саламат болыңыздар.